мысалы мынандай жылғамын депші. Мен 70 жылғымын, сентябрь 9-да туылғам. Қазір әке-шешем қайтыс болды. Үйім жоқ. Өзім Айшабидікімін. Қазір данный моментте жағдайым болмай жатыр. Қазір квартирада тұрам. 3 балам бар. Күйеуім жоқ. Өзім отырсым мынау күндігі 2000-3000 тапсам да соған шүкір етем. Балаларыңыз үлкені? Ең үлкен балам 14-те, екіншісім 8-де, ең кішкентайым 3-те. Пәтер жалдап тұрасыз, иә? Иә, пәтер жалдап тұрамын. Күніне 2000 теңге төлеймін. Енді соған кішкене қаражат болса, кішкене документімді істетіп алсам, хотя сіздерден көмек, хотя пока документім біткенше, хотя бір аптаға ма, 2 аптаға ма көмектесіп жіберсеңіз квартирамды. Берден жинаған ақшамды мен документіме берер едім. Кішкентай балаңыз жасы 3-те. Қазір ол кім? Аха, күйеуім жоқ. Үлкенім Дамира, одан Ашынай, одан Аселя. Осы үшеуі. Туған туысқандарыммен әкем жағынан не алмаймын, шешем жағында бәрі көмектеспейді, қылмай алмайды. Енді әркім өзімен өздері болып кеткен ғой. Мен де осы жағдайға мына биыл жеттім. Әйтсе күн суықта отырасыз күнде, иә? Осында отырамын, далада. Тапқанымда біреу береді, біреу бермейді. Күнделікті әйтеуір 1000 теңге тапсам да, 1,5 теңге тапсам да, кейде вообще болмай қалады, кейде кетіп қалам. Сол сізге көмек сұраған, сол хотя бір айға неғылсаңыз, мен тегі дәл мынандай күшті деп айтпаймын, көмектесіңіздер. Әшейін хотя бір айға квартирамды или мерге не алсам, одан кейін документімді істетіп алсам болды. Маған осы документім не болып тұр, қиын болып тұр қазір. Қазір сіздің сол құжаттарыңыз жоқ, иә? Паспортым жоқ, мен Асаға барым керек. Асаға барып едім, маған 25 мың штраф әкеңіз деді. 25 мың Аха. Архив көтереміз. Аха, архив көтеру керек. Архив көтеру керек. Сонда жеке құжатыңыз жоқ, иә? Паспортым жоқ, паспортым жоғалтқаныма 2,5 ай болып қалды ма, 3 ай ма, сонда мен мал ауылға поварлыққа барған кезде жоғалтып алдым. Не сақта қалып кетті, не білмеймін, миым ашып бала шағаммен қақы қойған.